Бүгін біз жай дауыстан вокал чоп жасап көреміз. Практикаға Ғаділбек Жанайдың «Тәттім» деген өлеңін аламыз. Бірінші дайын тректі тыңдап көрейік. Келесі тыңдайтындарыңыз до обработки. Сценарийді оқып біттім, ал енді практикаға көшейік. Барлық айтылатын мәтін импровизация болады. Көп сөйлеп қоятын болсам, алдын ала кешірім сұраймын. Кеттік. Вокал Neumann 147 M-Tube микрофонымен жазылған. Және қосымша Avalon Channel Strip. Channel Strip дегеніміз преамп, компрессор, эквалайзер, дестер және де тағы да басқа блоктары бар құрылғыны атайды. Ең бірінші жасайтын қадамымыз жетпей тұрған ноталарды нотаға түсіру керек. Ол үшін бізге мелодайн көмектеседі. Мелодайнды аштық, трансфер кнопкасын басамыз, и бізде капаны мелодайнға көшіріп алу керек. Бірінші істелетін жұмыс, ол жетпей жатқан ноталарды нотаға түсіреміз. Келесі нотаға түсіріп болғаннан кейін Pitch Modulation Tool ручкасымен типпенің эффектін жасаймыз. 100% болмасы да шамамен 50%-ке қой керек. Процент не осы жерде көрсетілген. Бізге осы жарайды. Тыңдап көрейік. Капаны мен нотаға түсіріп болдым. Енді до и после мелодайны тректі тыңдайық. До. После. Екінші жасалатын қадам нағыз автотюнның эффектін алу үшін біз инсертке автотюн плагин саламыз. Бұл жерде мен автотюнның настройкасын дайындап қойғамын. Яғни бірінші тоналисті қоямыз. Менде фа диез минор. Екінші retune speedті 0-ге шейін апарамыз. И humanize 100%-ке шейін апарамыз. Ал автотюнмен бірге тыңдап көрейік. Өте жақсы, ал енді автотюнсіз тыңдап көрейік. Алғашқы осы екі команданы орындап біткеннен кейін қалған жасалатын қадамдар ол өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Мен келесі Club Vocals салдым, яғни Mono to Stereo плагин. Бұл жерде бізде pitch бар, яғни pitch бұл жерде мононы стереоға расширять етеді. Екінші мен delay салдым, 16-лық. Үшінші reverb, hall, компрессор, push, және высокий, топ вариантын және бас, sub. То есть бұл вокалға арналған плагин. Бұл плагин бізге не береді? Тыңдап көрейік. Плагинді алып тастасақ. Бәрі түсінікті деп ойлаймын. Келесі салған плагинім ол T-Rex компаниясының White Two-Way дейтін плагині, яғни бұл компрессор. Біріншіден лимитерден алып компрессор ручкасына ауыстырамыз. Сосын Peak Reduction және Gainді қолданып өзімізге ұнаған динамиканы аламыз. Көріп отырғандарыңыздай, Gain Reduction'де мен динамиканы -7 децибелға шейін қыстым. Келесі қолданылған плагин ол FabFilter Pro Q, яғни эквалайзер. Өте керемет сурет. Бұл жерде шум көріп тұрсыздар ғой. Бұл шум негізі клавокалыстың шумы. Міне мен өшірдім клавокалысты и қостым шум. Бұл шум микста түкте естілмейді. Бірінші до эквалайзер тыңдап көрейік. Екінші после эквалайзер тыңдап көрейік.
Fab фильтр менің ең сүйікті эквалайзерларымның бірі, яғни бұл жерде осындай бендтерді таңдап наушник арқылы сол частотаны нақты тыңдап білуге болады. Яғни конфликт тудырып атқан бірінші 252 Гц. Бұл жерде мутымыз, соны алып тастадық. Екінші 547 Гц. Ол жерде не бар екен тыңдап көрейік. Түсінікті. Негізі мен бір кітапта оққан бойынша әрбір гармониканың екінші пикі, то есть гармоника өтеді былайынан, соның екінші пикі всегда қипсаған дұрыс. Неге ол жерде көбінесе резонанстар болады деп. Міне сол резонанс 547 Гц-те табылған болатын. Міне екінші пикті көріп тұрсыздар, соның арасында. Үшінші 1 кГц-ті қостым. 1,5 кГц-ті наоборот азайтқанмын. Кішкене телефонный звукты алып тастадым. Және де бұл жерде тағы да бір резонанстар бар. 3,5 кГц-те ащы. Және 4 кГц-ті қостым. Дауыс ашық шығу үшін. Келесі қойған плагин ол SoundToys компаниясының Little Alter Boy плагині, яғни дауысқа басқаша ерекше бір эффект береді. Яғни бұл жерде pitch бар, және форманта, және режимдер бар, яғни транспоз таңдауға болады, немесе квантай жасауға, немесе робот дауысын алуға болады. Және драйв. Бұл жерде мен формант 1/6 қылдым, pitchті октаваға көтердім, және миксті 50%-ке қойдым. Бірінші плагинмен тыңдап, екінші плагинсіз тыңдап көрейік. Бұл плагинмен болатын, енді екінші плагинсіз. Өте жақсы эффект болды. Келесі менде қолданатын плагин тоже SoundToys-тікі, яғни ол Penman деп аталады. Бұл плагиннің қызметі капаны оңға солға лақтырып отырады. Тыңдап көрейік. Көріп отырғандарыңыздай smoothing режимінде hard, яғни soft режим бар. Яғни hard режимінде оң құлақтан сол құлаққа тез лақтырады. Ал soft режимі, яғни мягкий, ол ақырын білдіртпей оң құлақтан сол құлаққа лақтырады. Бірақ мен неге екенін білмеймін, hard режимін таңдаттым. Бірақ маған көбінесе soft режим ұнайды. Бірінші hardпен тыңдап көрейік, сосын softпен. Келесі soft режиммен тыңдап көрейік. Маған soft режимі ұнайды. Бірақ не екенін білмеймін, hard режимін қойып қойдым, яғни өлең уже жарыққа шығып кетті. Hard режимінде қалдыра берейік. Келесі қолданатын плагин ол Delay, яғни Dubstation 2, Audio Damage компаниясыныңкі. Бұл жерде төрттік ноталары берілген, то есть drop it төрттік точкасымен, екінші feedback -25 дБ. Тыңдап көрейік. Ал енді бүкіл плагиндерді инсерттен байпас қойып тыңдап көрейік тағы бір рет. Ал барлық плагиндермен бірге. Менің ойымша өте жақсы вокал чоп алдық. Келесі минуспен бірге тыңдайық.